сәлеметсіздер білім алушылар. Нұрхан Бекбосынов атындағы Маңғыстау энергетикалық колледжінің экономика пәнінің оқытушысы Ержешова Орынбек Шекербековна. Бүгінгі менің тақырыбым ақшаның мәні, түрлері және қызметі. Ақша бұл баға өлшемі ретінде қызмет ететін жалпыға бірдей балама. Ақшаны ұсынылатын тауарлар мен қызметтерге оңай ауыстыруға болады. Ақшаның мәні қоғамдағы барлық тауарлар мен қызметтердің құнын білдіретін және оларды салыстыруға мүмкіндік беретін ерекше экономикалық құрал. Ол адамдар арасындағы экономикалық байланыстарда жалпыға бірдей қабылданған балама ретінде қызмет етеді және тауар айырбасының негізі болып табылады. Ақшаның шығу тарихы. Ақшаның пайда болуы қоғамдағы экономикалық қатынастардың дамуымен тығыз байланысты. Ежелгі заманда адамдар тауарларды тікелей айырбастап, бартер жүйесін қолданған. Алайда қажетті тауарды табу және олардың құнын салыстыру қиын болғандықтан, адамдар айырбасты жеңілдететін әмбебап құрал іздеп, нәтижесінде ақшаны ойлап тапты. Алғашқыда ақша ретінде мал, тұз, астық, тері және теңіз қабыршақтары сияқты заттар қолданып, олар жалпыға бірдей құн өлшемі тауар ақша деп аталды. Уақыт өте келе металл ақшалар пайда болды. Алтын мен күміс өзінің беріктігі, ұзақ сақталуы және бөлінгіштігі арасында кеңінен қолданылды. Алғашқы тиындар шамамен біздің заманымызға дейін 7-ші ғасырда Лидия мемлекетінде соғылған. Бұл ақша айналымын жеңілдетіп, сауданың дамуына үлкен ықпал етті. Кейінірек қағаз ақшалар пайда болды. Алғаш рет қағаз ақша Қытай елінде қолданған. Бұл сауда қатынастарын одан әрі дамытып, ақша жүйесін жаңа деңгейге көтерді. Сонымен бірге ақшаның 3 түрі бар: қолма-қол ақша, қолма-қолсыз ақша және электронды ақша. Қолма-қол ақша қағаз банкноттар мен тиын түріндегі күнделікті саудада кеңінен қолданылатын ақша. Қолма-қолсыз ақша бұл банктегі шотта сақталатын карта аударым немесе төлем қосымшалары арқылы жұмсалатын ақша. Электронды ақша деп интернетте және мобильді қосымшаларда қолданылатын сандық форматтағы ақшаны айтамыз. Ақшаның 5 түрлі қызметі бар: құн өлшемі, айналыс құрамы, төлем құралы, жинақтау құралы және дүниежүзілік ақша. Ақша құн өлшемі ретінде ақша барлық тауарлар мен қызметтердің құнын өлшейді. Яғни әрбір өнімнің бағасы ақша арқылы белгіленеді. Ақшаның ең маңызды қызметтерінің бірі құн өлшемі. Бұл қызмет арқылы ақша барлық тауарлар мен қызметтердің құнын анықтауға мүмкіндік береді. Яғни әрбір өнімнің немесе қызметтің бағасы ақша бірлігімен көрсетіледі. Құн өлшемі қызметі арқылы адамдар әртүрлі тауарлардың құнын салыстырып, тиімді таңдау жасай алады. Бұл қызмет есеп жүргізуді жеңілдетеді және экономикалық қатынастардың дұрыс ұйымдастырылуына ықпал етеді. Ақшаның айналыс құралы. Ақша тауарлар мен қызметтерді сатып алу және сату кезінде қолданылатын негізгі құрал. Ол айырбас процесін жеңілдетеді, яғни адамдарға тауарды тікелей айырбастамай, ақша арқылы сатып алуға мүмкіндік береді. Осы қызметтің арқасында сауда жылдам әрі ыңғайлы жүреді. Нарықта тауар айналымы үздіксіз жүзеге асады. Ақша болмаса әр затты бір-бірімен айырбастау қиын әрі тиімсіз болар еді. Ақша төлем құралы ретінде ақша қарыздарды өтеу, жалақы төлеу, салық төлеу сияқты міндеттемелерді орындау үшін пайдаланылады. Тауар айналысы ақша қозғалысымен байланысты, бірақ ақша қозғалысы міндетті түрде тауар қозғалысымен бір уақытта тоғысуы тиіс емес. Ақша құнның еркін формасында көрінеді, олар өткізу процесін еркін аяқтайды. Ақшаның қозғалысы тауар қозғалысынан ерте немесе кеш жүруі мүмкін. Егер тауар мен ақшаның қарама-қарсы қозғалысы болмаса, яғни тауар төлем ақы түскенге дейін сатып алынған немесе керісінше болса, онда бұл жағдайда ақшалар төлем құралы қызметін атқарады. Жинақтау құралы ретінде ақша байлықты сақтау және жинақтау құралы ретінде қызмет етеді. Адамдар ақшаны болашақта пайдалану үшін сақтай алады. Ақшаны жинақтау қызметі адамдардың табысының бір бөлігін болашақта сақтап қою мүмкіндігін білдіреді. Бұл қызмет арқылы ақша байлықты сақтау құралы ретінде қолданылады.
Адамдар ақшаны әртүрлі мақсатта жинайды. Ірі сатып алулар жасау, күтпеген жағдайларға дайын болу, немесе инвестициялау үшін. Жинақталған ақша уақыт өте келе қаржылық тұрақтылықты қамтамасыз етеді. Ақшаны жинақтау банктердегі депозиттер, қолма-қол сақтау немесе басқа қаржы құралдары арқылы жүзеге асады. Бұл қызмет экономиканың дамуына да әсер етеді. Өйткені жинақталған қаржы инвестицияға айналуы мүмкін. Дүниежүзілік ақша қызметі ақша халықаралық саудада және мемлекеттер арасында есеп айырбастау қолданылады. Мысалы, доллар, евро. Ол әр елдің валюталарын салыстыруға және сыртқы экономикалық операцияларды жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Дүниежүзілік ақша ретінде ол халықаралық нарыққа төлем құралы болып, экспорт немесе импорт операцияларын жеңілдетеді. Сонымен қатар, мемлекеттер арасындағы қарыздарды өтеу, инвестиция тарту және алтын валюта қорларын қалыптастыруда маңызды рөл атқарады. Қорытындылай келе, ақша қоғамның экономикалық өмірінде маңызды рөл атқаратын әмбебап құралы. Ол тауарлар мен қызметтердің айналымын жеңілдетіп, есеп айырысуды қамтамасыз етеді және байлықты сақтауға мүмкіндік береді. Ақшаның дамуы адамзат өркениетінің дамуымен тығыз байланысты. Ал қазіргі таңда ол экономиканың ажырамас бөлігіне айналды. Назарларыңызға рахмет.